Сәлем достар, бүгін қара шайдың адам денсаулығына пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Шай мидың белсенділігін арттырады. Қара шайдың құрамында мидың жұмысын жақсартатын және есте сақтау қабілетін арттыратын амин қышқылы тианин бар. Сондай-ақ сергітетін кофеин де кездеседі. Тианин мен кофеиннің үйлесуі миға жақсы әсер етіп, сананың толық айқындалып сезімін тудырады. Ұйқының орнын басып, жақсы көңіл-күй сыйлайды. Иммунитетті көтереді. Қара шай құрамында танин мен антиоксидант рөлін атқарады. Бос радикалдардың зақымдауын азайтып, ағзаның қартаюын бәсеңдетеді. Иммундық жүйені нығайтады. Орташа қайнатылған шай суық тиген кезде температураны да төмендетеді. Бірақ қара шайдың ағзаға зияны да болуы мүмкін. Суық тиген кезде қатты шай жапырақтарын ішу дене температурасын одан сайын жоғарылатуы мүмкін. Одан гөрі лимон мен әлсіз шай ішкен дұрыс. Сіздің иммунитетіңіз вируспен белсенді күресетін болады. Қара шай денені тазартады. Шай жапырақтарын радиоактивті заттарды сіңіреді және олардың организмнен шығаруға көмектеседі. Қара шайды ұзақ өмір сыйлайтын сусын деп те айтамыз. Құрамында С, Е, Д, ниацин және йод дәрумендерінің арқасында қара шай ұзақ өмір сүру сусыны ретінде танымал болды. Күніне бір кесе шай терінің күйін және жалпы әл-ауқатты жақсартады. Жапонияда күні бүгінге дейін қара шайдың не қажеті бар деген сұраққа олар бұл ауруларды емдеп, өмірді ұзартатын даналықтың дәрісі деп жауап береді. Шай инсулиннің өндірісін көбейтеді. Соның арқасында бақыт пен қуаныштың гормоны серотонинді көбейтеді. Бір кесе дәмді Қытай шайы стресстік жағдайды тезірек тынышталуға көмектеседі. Тибет монахтары неге соншама сабырлы және ақылды деп ойлайсыз? Әрине шайдың арқасында. Шай ішек микрофлорасын қалыпқа келтіреді. Метаболизмді реттейді. Асқазан сөлінің түзілуіне көмек береді. Егер сіз шайды дұрыс қайнатып, оны мөлшермен ішсеңіз, денсаулығыңызды едәуір жақсаруына әсер етеді. Сіз білуге тиіс шай туралы фактілер. Күніне 3 кеседен артық шай ішпеңіз. 4 кесе қанық шай ас қорыту жүйесін қоздырмайды, тітіркендіреді. Сонымен қатар жүрек пен қан тамырларының шамадан қозуына пайда болады. Жүкті әйелдердің құрамында кофеин болғандықтан қара шайды көп ішуге болмайды. Ұйықтар алдында шай ішпеңіз. Шай ұйқыны қашырады. Дәрілік заттарды шаймен қабылдауға болмайды. Шайда 200-ден астам биологиялық заттар бар. Әрекеттеспеуі мүмкін. Қайнатқаннан кейін 1 сағат немесе де одан да көп ұзақ тұрған шайды ішпеңіз. Болмайды. Достар, менің каналым ұнаса, тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қызықты ақпараттармен бөлісетін боламын.